Барлығыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен апельсинді шырынның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен апельсинімізді алып тоңазытқышқа 3 сағатқа қоямыз. 3 сағат өткеннен кейін апельсинді алып, ертіп алып, кейін осылай кубиктап тураймыз. Апельсинді шырынымыз ащы болып кетпеу үшін міндетті түрде тоңазытқышқа апельсинімізді салып алуымыз қажет. Енді туралған апельсиндеріміздің барлығын блендерге салып пюре жасаймыз. Апельсинді пюреміздің үстіне 1 литр суымызды құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын 2 немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Басқа үлкендеу ыдысымызға 3 литр суды құйып, жақсылап араластырып сироп жасап аламыз. 3 сағат өтті, енді сүзгішімізден барлығын өткізіп аламыз. Сироп пен сокты араластырып, үстіне лимонны кислота салып араластырып аламыз. Апельсинді шырынымызда ең түрлі химикаттарсыз, ең бастысы табиғи. Менімен болғандарыңызға рахмет, сіздермен болған арайлым.